6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Сәулелі ойыл салмасы, мейірімді қаршадай кішкентай қыз. Қолдайды батыр аңыз бабасы, таңырқап қараймыз біз. Досқа адал, жолға адал, шуақтанып таңың атар. Біздің жібек, күшті мықты, біздің жібек, бабамдай рухты соғар жүрек. Батыр жібек, жеңілуді Алдыңғы бөлімде жібек әдеттегідей таңертең ұйқысынан оянғанда әкесі тосын сый жасап туған күнімен құттықтайды. Және кешке жұмыстан ерте келіп, жібектің туған күнін өткізуге уәде береді. Бірақ полиция қызметкері болып жұмыс істейтін әкесіне уәдесінде тұру оңайға соқпайды. Дәл осы күні дүкен тонаған ұры ұстатпай, жоспарлары іске аспай қалады. Соны естіген жібек судың жағасында көңілі түсіп отырғанда қашып бара жатқан қылмыскерді көріп қалады. Көре сала ішіндегі белгісіз тылсым күш әсер етіп, жібек қылмыскерді қалай қолға түсіргенін байқамай қалады. Әкесінің жұмысы жеңілдеп, уәделі уақытында үйіне келеді. Соңы көңілді туған күнмен аяқталады. Сұрасам бола ма? Спортқа қатысты кітаптар қай жерде тұрады? Ана жақта. Сен бізге әлі ренжіп жүрсің бе? Бірақ ренжіштің несі бар? Орынсыз ештеңе айтқан жоқпын ғой. Өз қатеңді түсінген шығарсың. Жоға, ешкімге ренжіп жүргем жоқ. Бастысы, менің әдейі кешікпегенімді түсінсеңдер болды. Мұндай жағдай әркімнің басында болуы мүмкін ғой. Кешіккенімен қоймай, өз қатесін мойындамайды. Жібек! Жібек, тоқта! Не? Сен сонда супер күшке ие болдың ба не? Мә, шын ба? Қалай ойлайсың? Білмейм, күшті ғой, неше түрлі құбыжықтармен төбелесесің. Қайдағы құбыжық? Ол тек ертегілерде болады. Я, бірақ менің бір жоспарым бар. Маған сенің көмегің керек. Менің? Сен алдында супер білезік жасап едің ғой. Тағы сол секілді дүниелер жасай аласың ба? Әрине.
қаламызда тағы бір жағдай орын алды. Белгісіз біреу екі полиция қызметкеріне шабуыл жасап, оқиға орнынан қашып кеткен. Күдіктіні іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аптаның басты жаңалықтарын білгілеріңіз келсе, арнамыздан алыстамаңыздар.